жоғарғы оқу орнымен таныстыру салтанатына сендердің ата-аналарыңды шақырамыз. Джейд, маған қара, сенің ержүрек Джеки ағаң өзінің құпия агент болып қызмет еткендігі ерліктер жайлы бізге әңгімелеп бере ме? Әрине, Дрю, әңгімелегенде қандай? Бәрін таңғалғаннан ауыздарында ашып көздерін жұмасында. Түсінікті, нинзалар, сиқырлы бойтұмарлар немесе еңгезерде алып тафу жайлы ма? Оның аты тафу емес. Тару. Джеки аға! Джейд, бізге бойтұмарды жақсылықпен бер. Әйтпесе шетім қаласың. Сендер маған қоқан-лоққы жасайтын ойларың бар ма? Саған сенбеген едім, кешір. Үй тапсырмасын бермейм. Алақай, Джейд жасасын. Алақай, ол сенің арқаң. Джейд. Бұл қиял сабақ емес, география сабағы. Қане Италияның астанасын аташ? Пицца. Джеки Чанның бастан кешкендері. Джейд Мешін. Бір қолымда мысықтың баласы, бір қолымда сәби. Екінші қабаттан секіріп кеттім. Бірақ өрт сөндіруші үшін адам өмірін құтқару күнделікті жұмыс іспетті. Бар болғаны осы балалар. Рахмет. Менің әкем батыр. Жаман емес, Дрю, бірақ енді Джекидің не айтатын тыңдап көрелік. Археологқа барлық қыртыстарды зерттеу, кішкентай шөткімен аршып көру, барлығын істеуге тура келеді. Оған асқан сабырлықпен төзім қажет, өйткені тауып алған затты бүлдіріп алуың мүмкін. Бұл жұмыс бірнеше сағатқа созылады. Құпиятың үшін қауіпті екен. Тыңдап тұрмын. Джеки, бір топ бұзақының сазайын тарттырғаның жайлы әңгімелеп берші. Бүгін ол тақырыпқа әңгіме айтып жатқан жоқпыз. Міне тапқан затымызды ақыры шығарып алдық. Ол нинзалардың сазайын қалай тарттырған білесіңдер ғой. Оның қандай шапшаң екенін білсеңдер ғой. Джейд. Джейдтің қиялы ұшқыр, солай емес пе, Чан мырза? Ұшқыр болғанда қандай. Сонымен қатар өзі мерген. Рахмет, Джеки. Енді бәрі мені өтірікші дейтін бол. Джейд, менің 13-ші сектордағы жұмысым құпия, түсінікті ме? Оның үстіне бүгін мамандық күні, ал менің мамандығым археолог. Келесі тапсырмада оларға дәлел алып келмесем болмады. Сенің ешқандай дәлелің болмайды. Ендігәрі сенің тапсырмаңа мені ертіп бармайды. Ұмытпа, сен де басқалар сияқты әкеңнің әңгімесіне дайын болуға тиіссің, және оған қалай қатысқаның туралы баяндайсың. Капитан Блэктің мәлімдеуінше, бойтұмар Макронезияда. Мәс соған. Ал сен археология қызық емес деп едің. Осы жерден бастаймыз, есіңде болсын. Археологияда ең бастысы төзімді болу керек. Джеки! Шынымен бойтұмар ма? Маймыл бойтұмары, теңіз мешіні. Бұл түнек қолы. Қаштық. Джеки!
Елге жүз. Жарайды. Балағай, бойтымарды әкел. Қане оны маған бер. Маған жақындамаңдар, әйтпесе. Тоқтаңдар. Біз неге оны тыңдап тұрмыз? Жібер мені. Джеки, маған көмектес, Бойтмар. Қане, мешін сиқырыңды көрсет. Қалай іске қосылатын ед? Ой, не істеп қойдым? Бұл не болды тағы да? Мынау не, сиырға ұқсайды ғой. Сиыр емес, қодас. Қодас? Джеки! Қайтадан Джеки қалпына түс. Джеки, бұл Бойтмар бір нәрсені басқа затқа айналдыратын сияқты. Байқадым. Егер таруды басқа нәрсеге айналдырсақ қайтер екен? Ой, сәлем. Сен кімсің? Мен қайдамын? Кемеде ме? Кеме апатқа ұшырады ма? Енді менің әңгімем қызықты болатын болды. Қане, жымиып күл. Түйіспе, бұл сенікі емес. Бұл жерде сенің кескінің салынғаны рас. Құдайым-ау, Джеки. Тору. Сәлем. Сәлем. Бойтымарды табу керек. Олар жағалауға шыға алмаған болса ше. Джеки! Оу. Джеки! Джеки! Әне ол? Джеки! Джеки! Джеки. Джеки. Джеки, сендердің кемелерің апатқа ұшырады ма? Яға, кемеміз қирады. Оған қоса Джейд мешін Бойтмарын тауып алды. Джейд ақылды қыз аға. Ал дәл қазір оның соңынан әлгі жексұрындар қуып барады. Джейдке сенің көмегің керек, түсіндің бе? Тұр қане, оян! Джеки! Айтпақшы, мына Бойтмар сиқырлы еді ғой. Қане, мынау кеспекті қаруға айналдыр. Мынау қылышбалық қой. Қайтадан кеспекке айналдыр. Не істесем екен? Ақыры жануарға айналдырады екен. Қане, атшалманға айналдыр. Рацо. Байғыз. Бойтымарға барайық. Құмырсқа, су сиыр керек.
жасырыну керек. Білдім. Мені маймылға айналдыр. Ол қалай жүгірді? Ана жаққа. Джейд болып тұрғанымда қолға түсетін едім. Жағдай нашар. Өте нашар. Джейд, сен маймыл емессің бе? Білмеймін, ол қай жаққа жоғалып кеткенін. Жер жұтып кетті ме? Әне, бойтұмар бізді өзі іздеп келді. Маймыл, қане бізге кел. Ей, мешін! Мен бойтұмарды табуға тиіспін, бірақ оны енді қайдан табам? Джейд! Джеки! Джейд! Джеки! Джейд! Джейд! Керек. Бізді толқын Африканың жағалауына лақтырып тастаған ба? Джейд. Тару. Джеки, мен өзімді маймылға айналдыруға тура келді, бірақ басқа маймыл бойтұмарды алып кетті. Жолдан кет, қаш. Деген-ай, маймылдар адамдар сияқты сөйлей алмайды екен ғой. Тоқта, оған тосқауыл болу керек. Әйтпесе ол кетіп қалады. Тыңда, мен сені түсінген жоқпын. Сен маймылсың, бірақ сүйкімдісің. Кәне, жолдан кет. Жиенмен аумайсың. Тоқта, кетпе! Мен сені суретке түсірмеймін. Міне! Джейд? Сен Джейдтің қайда екенін білесің бе? О, бағыт көрсетіп отырасың ба? Үлкен рахмет. Жоқ! Қане мені түсір! Джеки! Жібер дей мені! Жібер дейм! Нені не істеп отырсың? Бұл дыбыс сау бол дегенді білдіретін шығар деп үміттенем. Онда емес екен. Енді еш уақытта маймылдардың айтқанын тыңдамайым. Тыныш, сабыр ет. Саған ешкім тиіспейді. Жақсы маймыл. Тоқтаңдар. Маймыл. Тоқта, Джейд қайда? Рацо. Не, Рацо? Джейдтің қайда екен айтыңдар. Әйтпесе Рацоны өлтірем. Біз оны қуып бара жатқан едік. Ол Рацоны атшалманға айналдырып жіберді. Бірақ қазір бойтұмардың маймылда екенін білеміз. Демек ол Рацоны атшалманға, ал өзін маймылға айналдырып жіберген бе? Мен маймылдың ағасымын ба? Джейд. Сонда бойтұмарды ұстап жүрген маймыл Джейд болған ма? Джейд. Джейд. Міне мынау мен, Джекимін. Джейд. Тарзан. Джейд,
Ақымақ болма. Жетер енді, менің үстім тап-таза. Мен тазамын. Кешір, апатай. Джейд. Айбетте, Джейд. Бұны маған бергенің жөн. Қайтадан Джейдке айнал. Джейд, сен бойтұмарды сындырып қойдың. Маған берші. Жұмыс істемей қалыпты. Рахмет. Бойтұмар жақсы жұмыс істеп тұр. Оны итке айналдыр. Мен иттерді жақсы көрем. Бәлкім сен жақсы көретін шығарсың, бірақ басқалар ұнатпайды. Онда мысыққа. Мысықтар тым тәкаппар келеді. Одан да тарақанға айналдырайық. Ал бұл кім? Білмеймін. Оны жеуге болатын жануарға айналдырамыз. Иә, қуырдақ жасаймыз. Жоқ, естеріңде болсын, бұл өзін-өзі жалмау болып есептеледі. Қайтадан Джейдке айналдыр. Джеки, сәлем. Джейд, ал сен кімсің? Бойтұмарды бер. Пілге айнал. Джейд, бұдан бұлай мұндай хайуандарға айналдырудың керегі жоқ. Жақсы, онда мынаны қайтадан атшалманға айналдыр. Джеки! Ратса! Қоқиқаз! Кенгуру! Қазір мен сені қайтадан... Ой! Джеки! Джеки, мені Джейдке айналдыр. Қазір көмекке шақырам. Сәлем, апа. Апа? Біз бәріміз бір отбасымыз. Енді Джейд өзінің үй жұмысын айтып берсін. Джеки ағам екеуміз сүңгүрдің кемін киіп, көне заманғы заттарды іздеуге шықтық. Кенеттен дауыл соғып, біздің кеме апатқа ұшырады. Түгі қалмай қираған болар. Сонымен қатар ол жерде маймылдар болды. Затты алу үшін археолог жер қыртысын кішкентай щеткамен аршиды. Бір жерін сындырып алмас үшін мұқият тазалайды. Бәрін асықпай, батпен істеу қажет. Джеки, сіз жануарларды жақсы көресіз бе? Қатты жақсы көрем. Жануарлар біздің досымыз. Тіпті досыңнан артық. Олар отбасының бір мүшесі сияқты. Бірақ оларға күн сайын көңіл бөлу керек. Күтім жасайсың. Менде 3 ит болған. Маған үлкен иттер ұнайды. Алайда менің киноға түсу үшін сапарға шығуыма тура келеді. Жарты жылдан кейін қайтып оралдым. Итім үлкейіп, мені танымай қолымды тістеп алды. Сол себепті қазір ит асырамаймын. Демалысқа шыққан кезде ғана асыраймын.
басты рөлде Джеки Чан. Фильмді дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.